О, устаз, мен ибадаттын даамын татпай атам дейді. Хасан ал-Басри айтады: "Лааллака назарта фи важхин ман ла яхафуллах, фал-убудияту ан татрукал ашя куллаха лиллах." Ибадаттын даамын татпай атам, намаз оқығандай болбай атам деділе. Бәлкім сен Құдайдан қорқпаған біреудің бетіне қарап қойғандырсың деді. Құлшылық бұл мешітке келуіле сажда қылу емес, мешіттен шыққан учурдадағы күнөөкөрлерден, қайдыгерлерден оолақ болу, ошолор менен мамилени кыркуу. Бәлкім сен күнөөкөр бир пенденин жүзүнө карап койгондурсуң, ошонун себебинен ибадаттын даамын татпай калсаң керек дейт. Аби Язид деген устазга келип, "Ин ла ажиду ли таати лазза", ибадаттын даамын татпай атам деді. Фақал: "Ли'аннака та'буду таата ла та'будуллах. У'будиллаха хатта таджида ли таати лаззатан." Анткени сен ибадаттан даамын татпай аткандыгынын эң негизги себеби сен ептеп ибадат кылыш үчүн кылып атасың. А ибадатты атметка үчүн, кутулуш үчүн, окуп коюш үчүн эмес, балким мына ошол жараткандын ыраазычылыгы үчүн кылсаң, ошондо ибадаттын даамын татасың деді.